бір күні әлемдегі ең бай адамдардың бірі де бәрінен айырылуы мүмкін, бірақ олар қайтадан байып кетеді. Неге? Өйткені олардың байлығы банкте емес, олардың байлығы ойлау жүйесінде. Ал енді өзіңе қара. Егер бүгін бәрінен айырылсаң, бір жылдан кейін қайта тұра аласың ба? Егер жауабың жоқ болса, онда сен ақша жинап жүрген жоқсың. Сен тек ақша ұстап жүрсің. Нағыз жеңімпаз әр күні өзін күшейтеді, кітап оқиды, денесін шынықтырады, уәдесінде тұрады, қорқынышын жеңеді. Өйткені ол біледі, ең қауіпті кедейлік қалтаңдағы ақша емес, ең қауіпті кедейлік басыңдағы ойдың жоқтығы. Сенің тағдырыңды бүгін жағдайың шешпейді, оны сенің бүгін қабылдаған шешімің шешеді. Бір шешім, бір тәртіп, бір күн, бір жыл. Сосын адамдар саған жай ғана жолы болды дейді. Жоқ, бұл жол емес. Бұл мыңдаған рет өзіңді жеңудің нәтижесі.